Магистральды құбыр бойында электр газбен дәнекерлеушілерге басымдық беріледі. Себебі құбыр бойымен мұнайды тасымалдауда дәнекерлеушілерге артылар жауапкершілік жоғары. Құбырларды дәнекерлеп қосу, құбыр ақауын жоюда олар қысы жазы күн түн демей ашық далада жұмыс жүргізеді. Біз электр газбен дәнекерлеушілердің саладағы маңызына тоқталып көрмекпіз. Құлсары мұнай құбыры басқармасы апатты қалпына келтіру пунктінің электр газбен дәнекерлеушісі Нұрбек Жексенбаев мұнай тасымалы саласына келмес бұрында дәнекерлеуден бірнеше жыл тәжірибе жинаған маман. Бұрын темір бұйымдар мен ғимарат ішінде өндіріс ауласында дәнекерлеумен айналысса, енді мұнай құбырын дәнекерлеудің өзіндік ерекшелігіне төселіп келеді. Ол белгілі бір уақытта сапалы жұмысты талап етеді. Себебі мұнай тасымалы үшін құбырды дәнекерлеп қосуға асқан шеберлік қажет. Мен компанияда 5 жылдан бері газоэлектр дәнекерлеуші болып еңбек етіп келемін. Көріп тұрсыз, ауа райына, күн мезгіліне қарамастан құбыр бойында боламыз. Мұнай құбыры ақауын жою үшін алдындағы қатарда жүреміз. Әрине, әр жұмыстың өзіндік қиындығы бар. Мен бұл мамандықты өзім таңдағандықтан ауыр немесе жеңіл деп айта алмаймын. Себебі үйренген кәсібім. Сондықтан әркім өз ісінің шебері болуға жұмыстанады. Әрине, мұнай құбырын дәнекерлеу кез келген металды қоса салу емес. Оның өзіндік өлшемі, қауіпсіздігі мен талабы бар. Мұнай құбырының дәнекерлеушілері құбырды қосқанда бір әрекеттен тиянақты бітіруге тырысады. Әйтпегенде, дәнекерлеу сапасыз болса, құбырдың қосылу тұсын қайта ажыратуға тура келеді. Бұл уақыт алатын жұмыс. Сондықтан бастысы шеберлік. Біздің өндірістік бөлімшеде 6 газ электр сварщигі бар. Бәрі өз ісінің майталмандары. Алды 36 жыл, кейінгісі 5 жыл тәжірибе жинағандар. Өз істерінің шеберлері, оларды бөле жара қарамаймыз. Мұнай құбыры бойында осы электр газ сварщиктер үлкен жауапкершілікпен артылады. Олар жылдың қай мезгілі болмасын күні түні демей осындай жүкті арқалап жүр. Сондықтан да біздің дәнекерлеушілер сеніммен шығып жүр. Кәсібін жіті меңгерген дәнекерлеушілер өмір бойы мамандығына берік болып өтетін қағидасы бар. Нұрбек те солардың қатарынан. Енді өмірлік серік еткен мамандығын ешқашан ауыстырмауға бекінген. Жоқ, ешқашан өз жұмысымды басқаға ауыстырмаймын. Мен дәнекерлеуші болып қалыптастым, меңгердім. Енді осы білетінім мен тәжірибемді кейінгілерге үйретіп кету менің міндетім. Себебі мен де алдыңғы буыннан тәлім алдым. Ауа райына қарамастан, күндізде, түнде де құбырды көзін жұмып тұрып дәнекерлейтін майталмандар компания мақтанышы. Олардың шеберлігі мұнай тасымалының өркендеуін қамтамасыз етпек. Нұрлыбек Ғизатов, арнайы корпоративтік телеарна үшін Құлсары мұнай құбыр басқармасынан.